Ол зинаны көп көре берген екен, адам көзі көр болып қалады. Зина кейін алады, мына эротический киноларды көре берген екен, адамның көзі көр болып қалады. Оның миына Құран кірмей қалады. Оның жүрегіне Құран таза адамға кіреді. Біліп қойыңыздар, Құран таза адамға кіреді. Бізді қазір жастарды осындай қылып тастады. Қазір анау 7-8 кластан бастап кендігін ашады. О, кемпірлерімізге шейін шаштарынан неше түрлі формада келіп шығады қазір. Бірақ орамал таққандарды вахабис, сақал қойған вахабис. Сен кімсің онда? Сен кімсің? Сен не деп айтып алады? Бұлар біздің ата-бабамыздың дәстүрімен жүрмейді. Сен кімнің дәстүрімен жүрсің? Біздің қайсы әжеміз пұтына трико киіп алған еді? Кім айтады? Біздің қайсы әжелеріміз футболка киіп, ішіне бузгалтерлерін көрсетіп жүрген еді? Қайсы қазақтың ибалы әйелі бүйтіп жүрген еді? Кім айта алады? Ешкім айта алмайды. Себебі қазақтың әйелдері өте ұятшаң, өте арнамшыл болған. Петропавлскіде біздің бір ағаларымыз бір үйге барып қалады. Сол үйге барса қарсы бір сурет тұр да, сурет. Бір әйел кимешекпен тұр да, бір тірі адамдай тұрады. Тірі адамдай да, кейін біздің ағамыз сұрайды, оны әйел кім дейді? Сөйтсе жаңағы бұл менің анам дейді. Бұл кісі суретті жаман көретін еді. Тығылып жүріп, әйтеуір бір түсіріп ағамыз бұл кісіні дейді. Осы кісі жастайынан осы кимешекпен өскен екен да. Советтің дәуірі, ол өзі қаридың келіні екен, қараңыз. Сол Петропавлскіден екі жігіт Түркияға оқуға кетеді. Екі жігіт Түркияға оқуға кетеді. Сол советтен алдыңғы дәуірде. Содан бұлар жоқ болып кетеді да, 10 жылдан кейін хат келеді. 10 жылдан кейін менің серігім жолда өлді, мен қари болдым. 10 жылда қари болады. Және мен білім оқымақшымын деп тұрып, 5 жыл оқиды да, 5 жылдан кейін 12 түйеге кітап артып келеді. Сол қаридың келіні болады да бұл кісі. Бұл енді түскен келін болады. Совет кіріп келген уақыт. Соны ұзақтан атпен, яғни сел-себет кеп атқан болады. Бұл әйел жаңағы су алайын деп құдыққа келіп су алып тұрады да, ұзақтан келіп атқан жаңағы өзінің қайнағасының алдын кеспей тұрады ғой. Міне қазақтың әйелі. Қазақтың әйелі еркектің алдын кеспеген. Қазір бетіңе түпіріп жібереді, шапалақпен салып жібереді қазір. Қазақтың шынымен міне, кешегі біздің апаларымыз осындай болған. Қараң, ұзақта келіп атқан сел-себеттің алдын кеспейді, үндемей тұрады. Содан кейін жаңа сел-себет келеді, құдайсыз келеді да, сен не қылып тұрсың деді. Қайнағасыз өтіп кетің. Сен осынша уақытта бекер өткізіп атсың. Сен мына діннің сарқысын киіп алғансың. Сен қаридың келінісің. Сені педсоветке санамыз. Бар педсоветке дейді. Үйіне барып бәрін қойып болғаннан кейін педсоветке барады. Педсоветке барса жаңағы педсоветте сондай ұрсан, мынау дейді қаридың келіні дейді. Менің алдымды кеспестен кешегі ескелердің сарқыртының амалын істеп атыр деп ұрсан. Осы келін тұрсын дейді, келін тұрады. Сол уақытта жаңағы келін 21 жасар келін болады. Мен бүтін елдің арасынан білсем дейді, осындай неге саламын, басыңдағы орамалың шешіп таста дейді. Сонда жаңағы қазақтың батыр келіншегі қайнаға дейді, бұл кимешек дейді, мына мойынмен кетеді дейді. Міне, бұл қазақтың келіншектері. Кешегі біздің апаларымыз, біздің әжелеріміз, олар осындай намысты болған. Пұтына трико киіп алып тұрып, футболка киіп алып тұрып, уахабис, сахабис жоқ. Орамал ораған қыздар біздің ар намысымыз, олар біздің иманымыз. Олар келешек аналары, жәннат аналар аяғын астынан дейді, міне осындай аналар. Шашыны бәрі қырып тастаған, ерді маймылға ұқсап тұрып бояп алғандар емес. Бәлкім біздің аналарымыз міне осындай болған. Сонда жаңа бұның елдің бәрі айқайлап, қаридың келіні бол, тиіспегені. Сол кісі
ajib 4 yoshga barib bir 80 yoshga o'tib qaytib bo'lgan ekan, sonda sol kiyimshegen tashlamagan ekan. Bizning qizlarimiz, ayollarimiz albatta hijobdan juruvi, ol bizning arimiz, ol bizning namusimiz bor. Jarim jalanga shuru Allah saqtasin, bu namussiz odamlarga saykes narsa.